Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздерге 30 минутта дайын болатын ақжелкен қосылған осындай қатпарлы қаттаманың рецебімен бөлісемін. Өте қытырлақ әрі дәмді болып шығады. Достар, менің каналымда осы рецептпен қатар көптеген оңай үйде бар заттармен жасалатын оңай рецепттер бар. Каналыма тіркеліп алыңыз. Ең алдымен салқын суға жарты шай қасық тұз қосып, тұз ерігенше араластырып, оның үстіне бір жұмыртқа салып араластырамыз. Керегінше ұн салып, ең алдымен оны қасықпен араластырып, қоюлана бастаған кезде қолымызбен илеп, жұмсақтау етіп қамыр илейміз. Қамыр өте қатты емес, жұмсақтау болуы тиіс. Иленген дайын қамырды екіге бөліп, 5-6 минутқа тындырып қоямыз. Тынған дайын қамырды алып, оны оқтаумен жайып бастаймыз. Екі шетінен баса отырып, ортасына қолдың күшін түсірмей жайсақ, біздің қамырымыз дөп-дөңгелек болып шығады. Қажетті мөлшерде ұн сеуіп, қамырды ары қарай жаямыз. Достар, менің каналымда қамырдың бетін теп-тегіс дөп-дөңгелек етіп жаю туралы арнайы түсірілген видеолар бар. Қамыр жайылып болғаннан кейін келесі кезекте сары майды ерітіп, осының арасына жағып шығамыз. Ақ желкенді ұсақтап турап арасына қосып жібердім. Менде 2 зуала қамыр болғандықтан келесісінде жайып, дәл осы сияқты бетіне ақ желкен сеуіп, және де майды жағып шығамыз. Видеода көрсетілгендей етіп кесіп, бірінің үстіне бірін салып, осылай етіп ұзын етіп орап шығамыз. Кәдімгідей рулет тәрізді етіп орап, оралған қамырды бір-бірлеп кесіп, қаттаманың формасына келтіреміз. Менде барлығы 7 қаттама шықты. Енді кесілген әрбір қаттаманы дөңгелектеп, оны да осылай етіп жайып шығамыз. Алдын ала қызып тұрған пешке аздап май құйып, оның бетіне қаттаманы салып, қазанның қақпағын жауып, 1-2 минуттай жауып қоямыз. Қатты емес, орташа отта пісіргеніміз дұрыс. Бір жақ беті қызарған кезде астын аударып, келесі тағы да 1-2 минуттай қақпағын жауып қоямыз. Дәл осылай етіп, барлығын пісіріп аламыз. Осындай өте дәмді, хрустящий әрі жұмсақ болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіз.